Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Данияр Бексултан. Бұл Стоп коррупция бағдарламасы. Заң болған сол, ол қаттан болады. Бізге азаматтар жиі телефон соғып, жағдайын айтып, проблемасын шешіп беруді өтінеді. Сондықтан біз ең өзекті тақырыптарды іріктеп, қоғамымыздың әдеттегі шешімі қиын 5 проблемасын анықтадық. Сонымен проблемалардың тізімі мынандай. Итті серендету ережесі, көшені жарықтандыру және ауланы көріктендіру, балалар алаңқайын көріктендіру және қоғамдық көлік мәселелері. Бұл неге шешімін таппай отыр, өйткені кейбір азаматтар шағымданғысы келгенімен оны жүзеге асыра алмайды. Ал қалғанын қолына келсе де ниеті жоқ. Алдымен ит асырайтындарға қарғыбау тағайық. Үй жануарының жауапты қожайыны болу дегеніміз не? Бірінші кезекте малдәрігерлік санитарлық нормаларды сақтау, тыныштықты қамтамасыз ету керек. Расымен де көрші пәтерден әрдайым арсылдап үріп жатқан иттің дауысын естігені ешкімге жақпас. Үй жануарының иесі екпе екізіп, тері жәндіктерді және гельминттармен күресу міндетті. Арнайы ветеринарлық төлқұжат жақсы күтім дәлел болып табылады. Ол құжатта бәрі белгіленген. Сондай ақ үй жануардың дұрыс тамақтандырып, ереже бойынша серендетуге тиіс. Яғни арнайы бекітілген жерлерде қарғыбаумен, тұмылдырғымен. Үй жануарының артында қалдырған нәжін тазалау қожайынның тікелей міндеті. Былай қарасан, бұл түсінікті, қарапайым сияқты. Бірақ елімізде ит серуендейтін арнайы орындар жетерлік пе? Бізге белгілі болғаны Алматыда 1-2 екен. Сонда аталмыш алаңқайдан алыс жерде тұратын ит иелерінің бәрі заңды бұзып отырма. Жалпы ит серуендейтін алаңқайлардың мәселесі көптен бері шешілмей келеді. Ит қожайындарының көршілермен жанжалдасуы табуда. Ал жергілікті билік бұны сыртынан бақылап, сылбыр қарап, жаңа ережемен шығаруды келеді. Әр ауданда ит серуендейтін заңды орындарды белгіленуге асығар емес. Жеке өз басым иттерді серуендетуге қарсы емеспін. Тек қырғыбауы, тұмылдырғы және нәжісін жинайтын дорбасы бар болған жағдайда. Өйткені таза, көріктендірілген, гүл отырғызылған, гүлзары және ыңғайлы балалар алаңқайы бар үйде тұрғым келеді. Ал ол үшін ауланың тұрмысын түзеу қажет. Және бұл біздің рейтингтегі шешімін табылмай тұрған нөмір 2 проблема. Кез келген азамат абаттандырылған үйде тұрғысы келеді. Бірақ көршілердің құзыреті қандай шамасы қаншаға дейін жетеді. Заң бойынша кондоминиум нысанының бөлігі ортақ мүлік болып саналады. Яғни үй кіребересі, баспалдақ, лифт, шатырдың асты, жертөле, пәтерде тіс немесе үйдегі ортақ инженерлік жүйе және жабдықтар, абоненттік пошталық жәшік, жер учаскесі. Яғни көршілердің ортақ қолданыстағы дүниесі. Кондоминиум нысанының мүлік сақтау ережесінде солай жазылған. Бұны бекіткен 108 бұйрықты ұлттық экономика министрлігі 2015 жылы 19 ақпанда шығарған. Сіз өз аулаңызды көріктендіре аласыз. Ол үшін көршілермен және КСК төрағасымен ортақ тіл табыңыз. Жиналыс өткізіп, қайта құру туралы шешімін шығарып, жоспар және смета құраңыз. Тек ниетті болса болады. Алайда проблема тіпті бірінші кезінде басталады. Белсенді тұрғындардың идеясын барлық КСК қолдай бермейді. Бұндай жағдайда не істеу керек? Егер КСК сіздің проблемасымен айналысқысы келмесе, шағымданыңыз. Тұрғын үй және тұрғын үй қатынасы басқармасына немесе прокуратураға шағым жазыңыз. Басқа да жол бар. Жергілікті аудандық шенеуніктермен ортақ тіл табысыңыз. Егер аулаңызда, мысалы, заманауи балалар алаңқайын салғыңыз келсе, дәл осы жергілікті билік сізге көмектесу қажет.
Ал енді рейтингіміздің 3-ші нөмірі көшені жарықтандыру. Әр қалада және облыста аумақты көріктендіру ережесі бар. Онда тіпті қардан тазарту кестесі дейін көрсетілген. Бұл ережеде көшені жарықтандыру туралы не жазылған? Егер соқыр шамдардың саны ортақ санынан 3%-ға төмен болса, жарықтандыру қалпында деген сөз. Бұны білуіңіз керек. Енді ойланып көріңіздер, сіздің қалаңызда және аулаңызда қанша шам жанбай тұр? Жанып кеткен лампалардың арнайы қызмет 24 сағат бойы ауыстырып тұруға міндетті. Шам жанып кеткенде емес, техниктерге бұл туралы мәлім болған сәттен бастап ауыстыруы тиіс. Бірақ шамдар жанбай тұрса, оны ауыстыруға ешкім асықпаса, не істеу керек? Сайтта өз әкімдігіміздің сыртқы жарықтандыруға жауапты ұйымды табудан бастаңыз. Мысалы, Алматыда Алматы қала жарық. Ұйымға жарықтың жоқ екендеген телефон арқылы хабарласыңыз немесе директордың атына шағым жазыңыз. Осы сәттен бастап 24 сағаттық есеп басталады. Жергілікті орындаушы билікпен араласуға болады және араласу қажет. Тек солай ғана тұрмыстық мәселемізді шешіп, өз өмірімізді жеңілдете аламыз. Мәселен, сіздің шағым ауданыңызда қоғамдық көлік жоқ болса, немесе сізге тағы бір автобус бағыты қажет болған жағдайда не істеу керек? Заң бойынша әрекет жасағанда ғана жаңа автобус бағыты ашылады. Оны қалай жасаймыз? Әкімдікке өтініш беріңіз, ұжымдық хат ұйымдастырыңыз. Егер автобус жолдарының ахуал жол жүру қауіпсіздігінің талабына сай болса, жергілікті билік сізге көмек беруге міндетті. Ал тасымалдаушы компания рейс алдында және рейстен кейін жүргізушілердің медициналық куәландыруын қамтамасыз етіп, жол ақы төлейтін құрылғымен және көлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуі тиіс. Әрине, заңда барлығын мінсіз орындалуын талап етеді. Алайда өзіміздің заң құқығымызды пайдалануға кім кедергі келтіріп отыр? Шенеунікке іс жүзінде жұмысын істете алмай отырсыз ба? Қоғамдық кеңес арқылы әрекет жасаңыз. Ол әр қалада, әр ауданда және әр әкімдікте бар. Қоғамдық кеңеске кәсіпкерлер, құрметті азаматтар және үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері кіреді. Әр қайсымыз өз өмірін сапасын жақсартуға қабілеті бар деп сенемін. Сіздер де сенді деп үміттенемін. Бәріміз бір ауыздан стоп коррупция дейік.